Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында сүзбелі бәліштер жасаймыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, құрғақ ашытқымызды саламыз. Оның үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 10 минуттан соң ашытқы жақсы көтерілген соң, ертілген сары май, бір жұмыртқа, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, венчикпен осылай араластырамыз, немесе шанышқымен. Еселеп ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр қылып иілейміз. Мінекей менде қамыр дайын. Видеодағыдай біраз май құйып, бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбе, қант, қаймақ, кукуруз крахмалы, тұз салып және сары май салып, жақсылап араластырамыз. Шанышқымен бір жұмыртқаның сарысын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде осындай болу керек. Қамырымыз жақсы көтерілді. Алып бөліктерге бөлеміз. Видеодағыдай кішігірім осылай бөліктерге бөліп, домалақ жасаймыз. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң стаканның көмегімен осылай ортасын тесіп шықтым. Шанышқымен орталарын осылай тесеміз, көтеріліп кетпес үшін. Салмасын саламыз. Бір жұмыртқаны алып, видеодағыдай жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 15-20 минут пісіреміз. Мінекей бізде дайын. Қараңыздаршы, қып-қызыл, өте әдемі болып пісіп шықты. Үсті де асты да біркелкі қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Өте жұп-жұмсақ, әп-әдемі болып шықты. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға осылай дайындап беріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.